халықтардың ішінде қырғыз, қазақ, өзбек, тағы да басқа көптеген елдерде ойнайды. Яғни тоғызқұмалақ ойыны көшпелі өмір салтының негізгі іспеттес. Бұл тірі тарих. Тоғызқұмалақ ойыны екі адамның арасында өтеді. Ойынды бастайтын адамды бастаушы, ал қарсыласын қостаушы деп айтамыз. Тоғызқұмалақ ойынның қалай басталу керегін жеребе тастау арқылы анықтайтын боламыз. Яғни бастаушы өзінің кез келген отауындағы құмалақтардың біреуін тастап қалған сағаттың тіліне қарама қарсы бағытта жүріп отырады. Және де соңғы түскен құмалағы қарсыласының отауындағы құмалақтар жұп болған болса, бұл бастаушының қазандығына түседі. Яғни тоғызқұмалақ ойынның негізгі мақсаты бұл қарсыласын 82 құмалақпен жеңу болып табылады. Тоғызқұмалақ ойынының барысында ережеге бағынбайтын 3 жағдай бар. Бұл жағдайлар тоғызқұмалақ ойынының ерекшеліктері деп аталады. Бірінші ерекшелік, кез келген отауда бір құмалақ қалса, оны келесі отауға жүруге болады. Мысалы, 6-шы отаудан 7-ші отауға жүрсек, 6-шы отау бос қалады. Үшінші ерекшелік атсырау деп аталады. Ойынның соңына қарай қай ойыншының жүретін жүрісі болмай қалса, сол ойыншы атсырауға ұшырады деп есептелінеді.